Құрамында творожный сыр сливкисіз-ақ осындай керемет жұмсақ әрі дәмді, аузыңызда ерейтіндей үлкен көлемде пирожныйлар пісіретін боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Міндетті түрде іштері влажный, сочный болып шығады. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Қоңырауша батырмасын баса кетіңіздер. Қараңыздар, өте жұмсақ болады. Кесілуінің өзі как аппетитный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Онда бастадық. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасында тұрған жұмыртқаларымызды шағып аламыз. Міндетті түрде бізде жылы болу қажет. Пирожный бірдеңе торт пісіретін кезде 1-2 сағат бұрын жұмыртқаларыңызды холодильниктен шығарып қойыңыздар. Енді үстінен қантымызды салып, 1-2 бөлікке бөліп, осылай венчиктің көмегімен жақсылап көбіртіріп аламыз. Қантымыз ерігенге дейін миксермен жасасаңыздар да болады, венчикмен жасауға да болады. Мен венчиктен қолдандым. Бүкіл қантымызды кішкене осылай ерітіп аламыз. Енді үстінен сұйық майымызды құямыз. Бұл пирожный бізде үйдегі бар заттардан дайындалатын, құрамы өте арзан болып шығады, бірақ дәмі деген енді мощный болады. Енді айранымызды саламыз. Айран да бөлме температурасында болу керек. Менде ашып быжып кеткен айран, көріп тұрғандарыңыздай үстіне чайный ложкамен ас содасын салып жібердім. Осылай өзі көбіріп шығады, өте керемет болып. Ашымаған айран салсаңыздар да болады. Салып жақсылап араластырып алдық. Енді 3-4 ас қасық какаомызды салып аламыз. Шоколадный пирожныйлар, торттар жақсы көретіндер болса, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Баршаңызға ұнайтын сөзсіз. Енді ұнымызды салып аламыз. Бізге міндетті түрде таразы қажет. Бүкіл жатты грамм-граммдап таразбен өлшеп салатын боламыз. Бір таразыны алып қойсаңыздар, сіздерге біраз жылдар бойы сіздерге қызмет ететін болады. Жақсылап енді комочка қалып қалмайтындай етіп, венчикмен жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі болғанға дейін біздің қамырымыз дайын болып қалды. Енді разрыхитель саламыз. Ең соңында тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді осы қамырымызды теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Біздің пирожныйымыз 2 корждан болады. Дәу разносымызға бірінші асы жабысып қалмау үшін пергамент қағазымызды төсеп алып, бірінші бөлігіні жақсылап құйып аламыз. Бұрыштарына дейін бүкіл жеріне бірдей етіп төсеп жайып шығыңыздар. Қамырларыңызды, пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздыртып қоямыз. Тез пісіп қалады. 10-15 минутта байқап тұрасыздар, күйіп кетпесін. Ұрып жіберіңіздер. Барлық жері бірдей болса, піскен кезінде бір жері жұқа, бір жері қалың болып пісіп көтеріліп кетпесін. Корждарымыз пісіріп жатқан кезінде кремді дайындап аламыз. Бөлме температурасында жұмсап тұрған 82,5% сары майымызды қолданамыз. Миксердің көмегімен жақсылап осылай араластырып аламыз. Миксерлеп, сосын 1 банка вареный сгущенка саламыз. Деповский, Рогачев сгущенкаларын қолдансаңыздар да болады. Варенкаларын менде осы түрі болды үйде. Менде өте дәмді болып шығады. Жақсылап миксерлеп аламыз. Және де менде ақ сгущенка салып жіберсеңіздер де болады. Менде баклажкада қоңыр түсі бар еді. Содан да кішкене 2 қасықтай салып жібердім. Қант ештеңе салмаймыз кремімізге. Сливки, творожный сырсыз да осындай үлкен көлемде дәмі енді керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздің креміміз почти дайын болды. Көрдіңіздер ме? Креміміз өте оңай. Бөлме температурасында тұрған заттардан ақ жасалынады. Жақсылап араластырып алдық. Біздің коржымыз пісіп шықты. 10-15 минутта зубочистканың көмегімен тексеріп аласыздар. Піскен піспеген қараңыздар қандай биік болып шыққан. Ыстық кезінде шетіні жақсылап бір тегісте етіп кесіп аласыздар. Бізге бетіне сеугенге керек болады. 4 жағын бірдей етіп кесіп алыңыздар. Енді суытуға қойып қоямыз. Екінші коржымызды құйып пісіріп аламыз. Жаңағы айтып өткенде бірдей етіп бүкіл жеріне теп-тегіс етіп жайыңыздар. Қамырларыңызды піскен кезінде бір жері биік, бір жері жұқа болып көтерілмей қалмасын.
Ол кезде уже пирожныйларыңыз ұқсамай қалады. Бұрыштарына дейін жеткізіп, әдемілеп теп-тегіс етіп жағып шығыңыздар. Пісіріп аламыз. Енді суыған корждарымызды теріс жағын аударып, сүтпен пропитка жасап аламыз. Пропитканың ішіне кішкене 2-3 қасық қант салып жібердім. Сочный, мощный болып шығу үшін осылай пропитка жасап жібересіздер. И мен варенье салып жібердім. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай ішіне джем салсаңыздар болады. И мен ішіне банан араластырып салдым. Өздеріңіз ұнатқан клубника, малина, туралған сал жіберсеңіздер болады. Енді ол өздеріңіздің қалауыңызша. Кремді де теңдей 2-ге бөліп аламыз. Біреуінде аз, біреуінде көп болып қалмасын, бірдей болу үшін. Бірінші қабаттың үстіне жаңағы вареньямызды, кремімізді тегіс етіп жағып аламыз. Үстінен енді 2-3 штук банан турап салып жібереміз. Сіздерге жаңа айтып өткенімдей клубника, малина, өздеріңіз ұнатқан заттарды салсаңыздар болады. 2-3 штук бананды осылай майда-майда етіп турап салып жібердім. Өте дәмді болып шығады. Үстінен 2-ші коржымызды аударып қоямыз. Кішкене пропитка жасап жібереміз. Үстінен қалған кремімізді салып аламыз. Енді кремді бір тегісте етіп жағып аламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Креміміздің барлығын салып, бетіне теп-тегіс етіп, шеттеріне ағызып, әдемілеп жасап аламыз. Жаңағы шетінен алған нанымызды, кесіп алған нандарды, корждарды, яғни блендерден өткізіп аламыз. Немесе чопперден майда, ұнтақ болу керек, как миловидің үстіне сеуген сияқты етіп майдалап аласыздар. Сосын бетіне осылай сеуіп шығамыз крошкаларын. Шеттеріне сеусеңіздер де болады. Мен осылай бетіне полный бір тегісті етіп сеуіп шықтым. Бетіне әдем болсын деп трафаретпен, сахарный пудрамен сәндеп жібердім. Олай жасамасаңыздар да болады. Бетіне фруктылар қойсаңыздар да болады. Мен осылай сәндедім. Нетающий сахарный пудра болады, ерімейді. Мұздай жерде тұрса да, ыстық жерде тұрса да. Осылай сәндеп алдым. 2-3 сағатқа холодильникке қоямыз да кесіп жей береміз. Ас болсын баршаңызға міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазір кесілуінің барлығын көрсетемін. Өте жұмсақ, нежный, іштері сочный болып шыққан. Творожный сыр, сливкесіз ақ осындай керемет үлкен разноста ең дәмді пирожный рецепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Қараңыздар, кесілуіні өте жұмсақ, мақтыдай жұмсақ болып шыққан. Кофелермен, шайлермен өте күшті кетеді. Біздің отбасыларымызға, барлығымызға ұнады. Балдарында рахаттанып жеп алды. Тәттілерді өте қатты жақсы көреді. Сіздер де үйдегілеріңізге жасап беріп, қуантып қойыңыздар. Парақшама тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын басып қойды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Ас болсын баршаңызға.